Алла тағала сіздің қиналып құлшылық қылып жүргеніңізді біледі. Алла тағала сіздің барынша харамнан сақталып, осыдан аулақ болайыншы ертең Алланың алдында қалай, оның барлық солай қиналып өмір сүріп жүргеніңізді біледі. Алла тағала харамнан қашып, халалдың ішімен әйтеуір бүйтіп тікенектің үстінде жүргендей өмір сүріп жатқаныңызды Алла біледі сіздің. И соған сай бағалайды Алла ертең. Ешкімнің жақсылығын Алла жоғалтпайды. Көрдіңіздер ме? Құлшылықтың, мына қиналып істеп жатқан құлшылықтарыңыздың барлығының қиыншылығы кетеді. Ұмытылады қиыншылығы. Кеше Рамазанда өтпейтіндей болып көрінді ғой, ойбай, бір ай бойы қалай өтті де кетіп қалды. Қиыншылығы кетті, бірақ сауабы мәңгілікке Алланың алдында қалды ғой. Дәл сол сияқты күнәнің де ләззаты кетеді, бірақ күнәсі Алланың алдында қалып қояды.